8-ші тапсырма 100-ші бет. Теңіздегі арпалыс. Мәтінді оқыңдар. Мәтінді оқып шығамыз. Астында тапсырмалар. Жазбаша тапсырмаларды орындайық. Б. Мәтіннен есімдіктерді теріп жазыңдар. Есімдік, мысалы, мына, мағыналық тобы сілтеу есімдігі, сұрағы қай, құрамы түбір сөз. Ары қарай мен тапқан есімдіктерім. Бұлар, сұрағы кімдер, мағыналық тобы сілтеу есімдігі, бұл түбірі, лар, көптік, жалғауы. Бұл сілтеу есімдігі, сұрағы кім, түбір сөз бұл. Оны жіктеу есімдігі, сұрағы нені, ол түбірі, ны, табыс септігінің жалғауы. Кімді нені, табыс септігінің жалғауы. Қайталау. Бірінші тапсырма. Сызба бойынша есімдіктердің мағыналық түрлерін естеріне түсіріп сипаттанды. Есімдік, яғни ол орынбасар сөздер. Есімдіктің мағыналық тобы. Анықтамасы, сұрағы, мысалы, түрленуі. Мысалы, сұрау есімдігі. Сұрағы, қайталау. Бірінші тапсырма ереже бойынша ауызша қайталап шығасыңдар өздерін. Екінші тапсырма жазбаша. Есімдіктің мағыналық түрлеріне берілген анықтаманы еске түсіріп, жұмбақтарды шешіңдер. Ал сөйлемнің түрін сұрайды, өзгеден бәрін сұрайды. Бұл сұрау есімдігі әрине. Жақтасына жіктеле қояды, жақсысына жуламай қояды. Жіктеу есімдігі. Ешкімді бөліп жармайды, барлығын бірге қармайды. Топтау есімдігі. Басқалардан бөлегі өзін жақсы көреді. Өздік есімдік. Ел білмейтін жайттардың атын атап айтпайды. Белгісіздік есімдік. Назарын көптің бұрады, нұсқап көрсетіп тұрады. Сілтеу есімдік. Құрамындағы сөздерді көршісінен алыпты. Алдына буын қоспап, есімдік болып қалыпты. Бұл болымсыздық есімдік. Үшінші тапсырма. Есімдіктерді септік жалғауларымен түсіндіріп, түрлендіріп, кестені толықтырыңдар. Бірінші, септік, атау, септік, ештеңе. Бірінші есімдік ештеңе. Атау септік ештеңе, ілік септік ештеңенің, барыс кімге неге ештеңеге, табыс кімді нені ештеңені, жатыс кімде неде ештеңеде, шығыс кімнен неден ештеңеден, көмектес кіммен немен ештеңемен. Келесі. Осы есімдігі атау септік кім не осы, ілік кімнің ненің осының, барыс кімде неге осыған, табыс кімді нені осыны, жатыс кімде неде осында, шығыс кімнен неден осыдан, көмектес кіммен немен осымен. Сен, кім сен, кімнің сенің, кімге саған, кімді сені, кімде сенде, кімнен сенен, көмектес кіммен сенімен. Кім, кімнің, кімге, кімде, кім... Мына жерде қате жазбадым. Кімге, мына жерде табыс септік кімді болады. Тапты кімді, нені, кімді. Жатыс кімде, шығыс кімнен, көмектес кіммен. Атау септік кім өзі, кімнің өзінің, кімге өзіне, кімді табыс өзін, жатыс кімде өзінде, кімнен өзінен, кіммен өзімен. Әлде кім, атау септік кім, әлде кім, ілік кімнің, әлде кімнің, кімге, әлде кімге, кімді, әлде кімді, кімде, әлде кімде, шығыс кімнен, әлде кімнен, көмектес кіммен, әлде кіммен. Үшінші тапсырма. Мақал мәтелдерді қимылды білдіретін сөздермен толықтырып жазыңдар, мағынасын түсіндіріңдер. Қимыл шынықтырады, ұйқы тынықтырады.
шынықсаң шымыр боласың. Шын ер жеңсе тасымас, жеңілсе жасымас. Белдессең бекем бол.